Никах некесінде баланың құжатында әкесі жазылу керек. Мешітте қиылған никах діні мұсылмандық неке болып саналады. Егер никах некеде балалар болса, және ол ресми тіркелмеген болса, баланың болашағы болу үшін әйел үш себеппен әке болуды мойындауды талап ету керек. Бірінші, бұл баланың құжаттарын алуға қажет. Екінші, егер ер адам отбасын тастап кетсе, онда одан алимент талап етуге болады. Үшінші, егер әкесі қайтыс болса, бала оның мұрасын алады. Әрбір баланың отбасында өмір сүруге және тәрбиеленуге, өзін ата-аналарын білуге, олардың қамқорлығына құқығы бар. Құқық қорғаушының кеңесі. Кез келген некеде ата-аналар балаларына қамқор болып, олардың даму үшін қажетті жағдайларын жасау керек. Ата-аналар кәмелетке толмаған балаларын асырауға міндетті.